Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен ысқабақты духовкада пісіретін боламыз, күрішпенен. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Қазір ысқабақ маусымы, сезоны. Не деген керемет тағамдар дайындауға болады. Қиялымызды жіберіп, өте жеңіл, витаминге бай, көкөніс болады бұл. Сонымен бізге керегі асқабақ. Бұл жерде мен күрішпенен істегелі жатырмын. Күрішке пияз, сәбіз, мейіз, май, сары май, күйген май, тұз. Духовкада бүтін пісірейін деп отырмын. Бізге және керек фольга. Күрішті жақсылап жуып, майға қуырып, пісіріп алатын боламыз. Көкөністерді тураймыз. Мейізді қайнаған суға жақсылап жуып алып, қайнаған су құйып қоямын. Алдымен асқабағымызды жақсылап жуып аламыз. Сөйтіп, осылай бірінші бетін қақпағын ашып аламыз. Сосын ішін тазалайтын боламыз. Бұл жерде асқабақ өте қалыңдау болды. Мен кішкене жұқартып алдым. Алғанымды кейін көбік қып турап, күрішке араластырып, ішіне қайтып салып жібердім. Міне осылай қуыс етіп, ішін тазалап алдық. Күрішімізді дайындай береміз. Жақсылап жуып, кішкене майға бір-екі қуырып аламыз да, су құйып, тұзын салып пісіре береміз. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Үстіне қайнаған суды құямыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Бұны осылай жай отқа қойып қоямыз. Мына жерде күйдірген май бұл. Асқабақтың ішін, жиегінің барлығын майға жағып шықтым майды. Дәмді болу үшін. Солай дайындап қойдым. Егер асқабағыңыз етті болатын болса, осылай ішінен кішкене алып, етінен алып істеуімізге болады. Пиязымызды, сәбізімізді, асқабағымызды да турап алдық. Енді осыларды қуырамыз. Міне біздің күріш дайын болып қалды. Жақсылап өзін қуырып алатын боламыз. Енді бұны күрішті тек қана сүтке пісіріп те салуға болады. Асқабақтың ішіне ет қосып та жарко істеуге болады. Өзіңіздің қиял ғажайыбыңызға байланысты. Жиырма минутқа бұқтырып аламын осыны. Үстіне асқабағымыз салып, дәміне қарай тұзын салып, 20 минутқа бұқтырып аламыз. Енді көкөністерімізді пісіп тұрған күріштің үстіне салып, күріштің өзінің тұзы болды, нанды тұздадық, тұзы дұрыс болды. Дәмін көріп барып саласыздар әрине. Осылай жақсылап араластырып алып, бұны енді асқабақтың ішіне салатын боламыз. Түбіне сары май салдым. Бұл жерде бір 100 грамдай сары майды ортасына, бетіне, түбіне бөліп салдым. Су құймаймыз әрине, піскен тағам бұл. Алдын ала асқабақты бір 20 минутқа
отқа қойып алсаңыздар да болады. Мен болса қоймадым. Міне осылай майын салып, бетін жауып, фольгаға жақсылап орадым. Бұл жерде 3 қабат фольга болды. Менің асқабағым шағындау, 1 килодан 1,5 килодай шығады ғой дедім, өлшемедім, бірақ сол жобада ғана шығады. Кішкене 3 адамға лайықты етіп істеп жатырмын бұл тағамды. Осылай жақсылап орап аламыз. Қызып тұрған табамызда 200 градуста 1,5 сағатта дайын болады. 1,5 сағаттан кейін алып, фольгасын ашып, осылай ашық күйінде тағы да жарты сағатқа қоямыз. Ескертуді ұмытып кетіппін. Бұл табаға кішкене су құйып қоясыздар. Міне біздің тағамыз дайын болды асқабақта. Дәмі деген керемет. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.